Қазақ елінде жерленбей қалған 9 ұлы тұлға. Сұлтан Бейбарс Мысыр, Египет елін 17 жыл басқарды. Дамаск, Сирияда жерленген. Мұхаммед Хайдар Дулати Дулат руынан шыққан. Қазақ хандығы мен алғашқы билеушілерінің өмірін сипаттайтын шежірелердің авторы. Мұхаммед Хайдар Дулати жазған деректердің арқасында қазақ хандығының құрылу тарихын 1465 жылдан бастап есептейміз. Үндістанда Кашмир қаласында жерленген. Әйтеке би зираты Өзбекстанда Науаи облысында орналасқан. Руы кіші жүз Әлімұлы, Төртқара, қазақ хандығының 7 жарғызандар жинағы авторларының бірі. Төле би Ташкенттің басқарушысы және биі болған. Төле би қазіргі Жамбыл облысы аумағындағы Жайсан бойында дүниеге келген. Ол Абылай ханды өсіріп тәрбие берген деген болжам бар. Зираты Өзбекстандағы Ташкент қаласында орналасқан. Әлихан Бөкейхан Алаш партиясының және Алаш автономиясының қалаушысы. Алаш ордалықтар қазақ мемлекетінің Жапония және Батыс сияқты дамуын қалаған. Әлихан Бөкейханның басшылығымен Ахмет Байтұрсынов, Әлімхан Ермеков сияқты Алаш ордалықтар Ленинмен келіссөздер жүргізіп, Қазақстанның бүгінгі шекарасын сызған. Ашаршылық кезінде халыққа тамақ әкеліп көмектескенде осы Әлихан Бөкейхан, оның денесі Мәскеу қаласында жерленген. Мұстафа Шоқай Лениннің, Сталиннің, Гитлердің жауы. Совет үкіметіне қарсы шыққан қазақтың қоғам және саяси қайраткері, публицист, бір тұтас Түркістан азаттығы мен тәуелсіздігі үшін күрестің идеологы. Зираты Германия астанасы Берлинде орналасқан. Оспан Батыр шығыс Түркістан халқының тәуелсіздігі үшін Қытайларға қарсы күрескен қазақ халқының көрнекті тұлғасы. Зираты Қытайдағы Іле қазақ автономиялық облысында орналасқан. Әбу Насыр Әл-Фараби түркітектес, Фараб, Отырар қаласының тумасы. Орта ғасырларда шығыста Аристотельден кейінгі екінші ұстаз деген лақабатпен аталды. Зираты Сирия, Дамаск қаласында орналасқан. Кенесары Қасымұлы мемлекет қайраткері, әскери қолбасшы, 1837-1847 жылдардағы Ресейдің отарлау саясатына қарсы шыққан ұлы тұлға. Қазақ хандығының соңғы ханы. Абылай ханның немересі. Қырғызстанның Майтөбе деген жерінде дүние салған.